тамаша мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Президенттің бастамасымен енді былтырдан бастап ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жоба бойынша бізде облыста 38 нысан салынған болатын. Оның ішінде 16-сы Целиноград ауданында. Өте қуаныштымыз. Құтты болсын баршаңызға. Осылай дендеріңіз сау болсын. Осындай қуаныштарыңызға әрқашанда бөлісіп, ауылдарыңыз жаңғырып, еліміз дамып жүре берсін сіздердің қолдауларыңызбен. Осындай медицинаның объект ашқаннан кейін ауырмай, сырқамай жүре беріңіздер. Тек қана жай экскурсиямен анда-санда бір келіп тұрып, витаминдеріңізді алып жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, қуаныштарыңыз мол болсын. Марат Мұратұлынан сіздерге жалынды сәлем. Елімізде осындай ғимаратты ашылуымен үлкен жақсы тоймен құттықтаймын. Мен осы Төңкеріс ауылының атынан, тұрғындардың атынан, еліміздің президентін осындай бағдарлама ашқан үшін облыстың әкімі Марат Мұратовичті, одан кейін өзіміздің ауданның әкімі Дарын Сабырғалиұлын, үлкен ауылдардың атынан дұғай сәлем жолдаймын, рахмет айтамын. Ауылымызға қызмет етсін, ауылымыз көркейіп өсіп жатыр. Осы ақырғы 2 жыл ішінде мінекей қасымызда тұрған жақсы тамаша мектеп ашылды. Елімізге мінекей асфальттап жол салынып жатыр. Светтер орнатылды, су тартылып жатыр. Көп нәрселер істеліп жатыр. Соның бәрі жаңағы біздің президентіміздің жолдауының арқасы деп ойлаймын. Соның бәрін мінекей іске асырып жатқан біздің облыстың әкімі, ауданның әкімі атсалысып жатыр. Оның ішінде мінекей округтың әкімі бар. Рахмет барлықтарыңызға, құтты болсын.